университетке, мектепке кететін 5 сағат, үй жұмыстарын орындауға тағы да бірнеше сағат қажет. Және де тест алдында түнімен дайындаламыз. Тым көп оқу әрқашан нәтижесін бере бермейді. Сондықтан да аз уақыт жұмсап, жақсы нәтижеге жетуге болатын кеңестер айтамын. Бұл менің бірінші семестрдегі балдарым, ал бұл екінші семестрдің қорытындысы. Кейбір пәндердің балдары әлі толық шықпайды, қоятын балдар бар. Және де менің негізгі айтқым келгені, мен бірінші семестрдегідей қатты көп уақытымды жұмсап оқымасам да, екінші семестрде жақсы балдар алдым. Және де оны қалай жасағанымды қазір айтып беремін. Қатты айырмашылық болмаса да, мен балдарымды көтердім. Және де оқу жүйесін түсіндім. Былайша айтқанда, менде жоспар мен стратегия болды. Лекцияда не айтылады, не беріледі, тек қана соны оқы, қалғаны қажет емес. Көбісі лекцияны тыңдамайды, оны толық қара деп те айтпаймын. Тек қана ішінде айтылған әрбір тақырыпшаны өзің жеке қарап алсаң болады, және де толықтай түсініп алуың қажет. Сонда мұндай тақырыпты қарастырмадық деген сылтау болмайды. Осы семестрде мен мүлде конспекті жазбадым десем болады. Тек қана бір сабақтан бізге конспект үшін бал берілді. Сол үшін жаздым. Алдыңғы семестрде мен әрбір конспектілерімді жазып отыратынмын. Осы жолы конспекті жазбағаннан балым азайып қалды деп айта алмаймын. Сондықтан да ол қатты маңызды емес, бастысы практика. Мен әрбір практика алдында 1 сағат отырып өзім дайындаламын. Тек соның арқасында ғана сынып жұмысы үшін берілетін балды аламын. Лекцияларды толықтай қарамаймын. Тек қана кей кезде. Сенің ең бірінші білу қажет нәрсең мұғалімнің қалай бал қоятыны және де тесттерді қалай құрастыратыны. Енді бірінші тестте сәл төмен бал алуың мүмкін, одан кейін соған қарап өзіңнің стратегияңды құрасың. Яғни ол егер жай кітаптағы тесттерден беретін болсаң, онда тек сонымен дайындаласың. Ал егер қиынырақ есептер беретін болсаң, сен де дәл солай қиынырақ жолмен дайындауың қажет. Яғни көп практика жаса, болмаса қиын есептерден байқап көр. Артық оқыма, артық уақыт бөлме. Яғни әрқайсысын өзінің уақытында жаса. Мысалы, мен әрбір сабақ сайын 1 сағат дайындаламын да, ал басқа уақыттарда онша көп уақыт бөлмеймін. Барлығын уақытында жасасаң, барлығы идеалды болады. Және де қорытынды алдында күні-түні дайындалып, өз-өзіңді қинамайсың. Мысалы, 1 сабаққа дайындығымды алып қарасаң, мен айтқандай лекцияларды да онша қарай бермеймін. Және де әрбір практиканың алдында 1 сағат дайындаламын. Ал қорытынды тесттің алдында 2-3 сағат дайындалатын шығармын, бірақ орташа алғанда ең көбі 2 сағат дайындаламын. Менің сабақтарым көбісі түсте басталады. Таңертеңгі уақытымда дайындыққа бөлемін, сөйтіп тест тапсырып кете беремін. Және жақсы бал алып шығамын. Және де осы екінші семестр бойы ешқашан түнімен дайындау деген болмапты. Мен әрбір сабақты көшіріп жібере салу ғана емес, өзім түсінуге тырыстым. Егер сол 1 сағаттың ішінде түсініп алсам, мен әрі қарай оған қайтып оралмаймын. Тек қана сол тест болатын күні таңертең бір қайталап аламын, және сонымен тапсырып шығамын. Сондықтан да сендерге айтатын басты нәрсе, ол әрбір сабақ сайын дайындау қажет, және де жай ғана үстінен өтіп шыға салмай, өзің түсініп алам дегенше кәдімгідей жақсылап қарауың қажет. Маған көмектескен нәрсе ол достарымен бірге дайындалу. Менің білмегендерімді олардан сұраймын, болмаса мен айтамын. Сол нәрсе менің есімде нақты сақталады және ұмытпайтындай етіп жаттап аламын. Және де ең бастысы процестен рахат алыңдар, себебі бұл ең маңыздысы. Сонда ғана сен шынымен де сол іске кірісіп кетсең, оны міндетті түрде игеріп аласың және де жақсы нәтиже болады. Ол үшін мен көбінесе музыка тыңдаймын. Көбінесе сөзсіз музыкалар тыңдасаң, ол бар көңіліңді сабаққа аударуға көмектеседі. Универге сабақтан бұрын 1 сағат келіп ал, сол уақытта
сыныпта бос отырмайсың, сабақ оқып отырасың, дайындалып отырасың, және де бұл шынымен де көмектеседі, жай ғана байқап көр. Және де осылайынан 1 сағат бұрын келіп алатындай етіп, 1 аптаның күнтізбесіне жоспар жасап таста. Менде олай жазылған план жоқ, бірақ барлығы миымда сақталып отыр, және сонымен жұмыс жасаймын. Және де мен оған үйреніп кеттім. Емтиханда жақын қалды. Сондықтан да саған бірнеше кеңес бергім келіп тұр. Емтихандардың қай күні болатыны шықты, я. Менің ойымша олардың әрқайсының арасы 2 күндей болуы қажет. Сол үшін де саған дайындалатын уақыт бар. Ең біріншісінен бастап дайындала бер, жаймендеп жылжи бер. Сонда ғана сен бір логикамен, қалай айтсам болады, әрқайсына секірмей жақсылап жетесің. Себебі 2 күн, не болмаса ең аз дегенде 1 күннің ішінде дайындалып шығуға болады. Және де ең бастысы семестр бойы оқыған барлық тақырыптарды тізіп жазып қой. Сол бойынша жаймендеп жылжи бересің. Әйтпесе шашыраңқы оқысаң, сенің ойыңда шашырап кетеді. Сондықтан да бір тізбекпен жаймендеп оқу керек. Барлық формулаларды, теорияларды өз ассоциацияңмен жатта, және де бір-бірінен шатастырмайтындай ерекшеліктерін ойыңа тоқып ал. Қорытындының тапсырмалар алдыңа келген кезде бар білеріңді сал. Себебі сен өтпеген тақырып, сен кездестірмеген есеп келмейді. Болмаса ол басқа жолмен шығатын шығар. Солардың барлығын өзің қарастырып көр, және де барынша шешімді табуға тырыс. Себебі сен логиканың иесісің. Саған сәттілік тілеймін. Емтихандарды жақсы тапсырып шық. Мен саған сенемін, және де мен айтқан кеңестерімді міндетті түрде байқап көр. Байқап көрмей жатып ешқандай қорытындыға келудің қажеті жоқ. Байқап көр, өзіңнің әдетіңе айналдыр. Сенен жақсы нәтиже шығады дегенге сенемін. Сау бол.